Мынай тегін береді. Адам басынан 204 мың теңгеден ақша береді. Еще жұмысқа келіп келсең 500 мың ақша береді. 500 мың. Міне мына 4-3 үй бос, міне біздер уже тіркелдік. Жаңада келеміз деп біздерге уже осы үйді береміз деп жатыр. 4 үй көп мынанда үй. Міне Мамлютка. Үйінде көрдім, қазір кілтін беріп қойды. Үйдің кілті қайда қалды? Баратын болсам, онда только жағы үй жоқ. Мұғалім қандай мамандық бойынша қазақ мектебінде іздеген сонда? Математика керек. Так что давайте. Ассалаумағалейкум ағайындар. Мынау мінекей демалыс күн дейтін ауыл екен, демалыс күн деген ауыл. Мында қазір мінекей мына машинаның қасында бір үй бар мінекей. Міне, мында бір үй, екінші ана ар жақта бір үй, үш үй. Басқа жақта да үйлер бар. Маған қазір мінекей үш ағайынды болып келсеңіз, осы үш үйді беріп жатыр. Жаңа квадрат метрлерін бәрін жаңа өлшеп айтқанмын. Оларды жібереді. Мінекей енді Қозыбайға айтып отырмын. Давай келейік. Міне ар жағында көл бар. Бері қарай кешкен әне. Ана көл. Көл 150 метр жерде көл бар. 150 метр. Содан да суды тартып ал бері қарай жаңағы жер суаратын суыңды малыңа су міне. Былайынша кран бар дейді. Ол кранды әлі мінерге тартылмаған екен. Бұлайынша құдық қазып ал дейді. Құдық дейді, саған машинамен су құйып қоюға болады дейді. Осындай мүмкіншіліктері бар екен енді. Кіші тоқтап тұрсын. Баратын болсам, онда только жағы үй жоқ. Мұғалім қандай мамандық бойынша қазақ мектебінде іздеген сонда? Богословие Математика керек. Так что давайте.